20-30 жылдан кейінгі болашақ. Оны тұрлаусыз әлемнің бедерінен көру мүмкін бе? Болашақтың бейнесін байқаймыз десек, сұлбасын қалай айқындаймыз? Жаңа буын бұл үшін дәл бүгін не істей алады? Бүгінгі бағдарламада жүзден жүйрік жас өрендер Ернұр Ақжол мен Жәмила Кенжетай. Мен үшін өмірде ең басты құндылық ол мақсат. Мақсатсыз адам болмайды. Бізді азанда тұрып, жұмыс істеуге итермелейтін ол мақсат деп ойлаймын. Мақсат әртүрлі болуы мүмкін. Үлкен, кіші, жақсы, жаман. Ол адамның өзіне байланысты. Жаһандық ауқымда ойлап, өзіндік әрекет жаса. Меніңше бүгінде әлем азаматының ұстанымын осылай деп жеткізуге болатын сияқты. Өзге адамдардың қамын ойлайтындар, яғни тіпті азын-аулақ болса да қол ұшын беретіндер, сыныптастарына жәрдем көрсетіп, қарт кісілерге жолдан өтуге көмектесетіндер. Біздің әрқайсымыз аз да болса қайырымды істер істейтін болсақ, осының бәрі жиналып бүкіл жаһандық ауызбіршілігі мықты қоғамды құрайды. Кім білгіш конкурсына келетін болсақ, оны химия пәні мұғалім нұсқаулық етті. Ернұр, мынандай конкурс бар екен, сен осыған қатысып көрсең қалай болады деген ой тастады. Сөйтіп мен бағым сынап қатысып көрдім. Жалпы бұл кім білгіш конкурсының ерекшелігі басқа конкурстардан. Басқа конкурстарда тек қана бір бағыттағы сұрақтар болатын болса, бұл жерде әлемдегі барлық бағытты қамтитын сұрақтар қойылады. Ернұр Ақжол Шымкент қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы. 2016 жылы ол тұңғыш президент қоры мен мемлекеттік тілді дамыту қоры жариялаған кім білгіш зияткерлік жобасының жеңімпазы атанады. Назарбаев зияткерлік мектебінің үздік оқушысы ретінде ақш пен Малайзиядағы жоғарғы оқу орындарынан дәріс алған. Алғашында кім білгіш конкурсіне 1,5 оқушы қатысуға үміт білдіріп, соның оқ бойы оза тек қана 100 оқушы екінші турға өткен болатын. Сонда сол 100 оқушыдан тек қана 10 оқушы Астана қаласындағы Назарбаев орталығына жолдама алды. Салам алейкум, Джиги. Салам алейкум, қыздар. Біз қазір Ернұрларды. Сол кезде менде бір ерекше бір эмоция қалыптасқан еді. Неге екенін білмеймін, мен бүкіл себебі бәске барлығы тігілген еді. Сен жеңімпаз боласың, немесе болмайсың. Сондықтан қобалжулар болды басында, бірақ өз біліміне сене мен сол алдыма қойылған 78 сұрақтың барлығына дұрыс жауап беріп, жеңімпаз атандым. Армысыздар ұлағатты көрермендер. Мен барша қатысушыларды құттықтаймын, және де осы конкурсты ұйымдастырушыларға рахмет. Сөйтіп, жылдың ең ақылды оқушысы деген атақ алып, сыйақы ретінде ноутбукпен елбасының тәтті алма кітабын алдым. Осы кім білгіш конкурсы мен өмірімдегі ең ерекше сәттердің бірі деп айта аламын, себебі мен сол кезде өзімді ерекше бақытты сезіндім. Меня вызвала моя учительница Әсемгүл Ақылбаевна. Ағылшын тілінен сабақ беретін мұғаліміміз Әсемгүл Ақылбайқызы мені және сыныптас құрбымды шақырып алып, шешендік өнер байқауының ұйымдастырылатыны жайлы жаңалығымен бөлісті. Біздің де қатыса алатынымызды айтты. Мен бірден келісе кеттім. Неге бағымды сынап көрмеске? Сайыста жеңіске жетемін деп ойлаған жоқпын. Бәрінен бұрын қатысып көру қызық болды. Жәмила Кенжетай, Павлодардағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы. 2017 жылдың EF Challenge деп аталатын халықаралық шешендік өнер байқауының жүлдегері. Байқаудың идеясы әлем азаматы болу дегеніміз не деген сұраққа өзіндік жауап іздеу. Сайыстың жеңімпазы ретінде Нью-Йорк қаласындағы өткен көшбасшылар форумына қатысты.
Hello, my name is Jamila. Hi everyone, my name is Nguyễn Lâm Thảo Tâm. Hello, my name is Артемус. Это международный конкурс, то есть Бұл халықаралық байқау 15-19 жас аралығындағы оқушылар қатыса алады. Бірнеше іріктеу критерийлері бар. Біріншіден жасың сәйкес келу керек, екіншіден бейне түсірілімің 2 минуттан кем емес, бірақ 5 минуттан аспайтын болуы тиіс. Сондай-ақ бейне жазба ағылшын тілінде және қандай да бір платформаға жүктелген болуы керек. Мен YouTube-қа салдым. форму. В моем случае это был YouTube. Я не знала, что я буду снимать. Нақты не туралы түсіретінді, не айтарымды білген жоқпын. Камерадан бәрінің қалай көрінетіні де маған белгісіз болды. Мұның ең қиын тұсы да осы болды. 2 апта бойы сенделіп жүріп бейне материалды не туралы қалай түсіретінді білмедім. Ал ойыма идея келген кезде бәрі де тез бола кетті. Все очень быстро. Peaceful, okay, peaceful. Далее я хотела бы, чтобы ты... Гендерлік теңсіздік туралы айтқанда көңіл күйіңді білдіргенің дұрыс. Әлем азаматын сипаттап тұрған кезде осыған екпін сүруің керек. Адамның критерийлерін тізіп таныстырасың. Бірінші айтатының қайсысы еді? Ты перечисляешь, да? А что там вначале у тебя было первый критерий? Первый какой был критерий? Первый тур, то есть это был... Бірінші кезең бір ел шеңберінде, яғни Қазақстан бойынша өткізілді. Мен одан бірінші орынды жеңіп алдым. Первое место по Казахстану. A global citizen is someone who respects... Әлем азаматы ол барлық құндылықтарды құрметтейді. Әлеуметтік және гендерлік теңсіздікке қарсы күреседі. Өз іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарайды, әлемдегі тұрақтылыққа өз үлесін қосады және айналасындағыларға қол ұшын созады. Think about others. Байқауда жеңіп шыққан соң сыйлық ретінде маған Нью-Йорк халықаралық көшбасшылар форумына жолдама берілді. Құрама Штаттарға барып көру бала күнімнен бергі арманым болатын. Маған осындай мүмкіндік берілді. Жай турист ретінде емес, халықаралық жастар іс-шарасына қатысушы ретінде баратын болдым. Мектебіміз жыл сайын осы өзін көрсеткен оқушыларды шетелге 3 апта білім алуға жібереді. Мен осы мектептің атынан 2 рет шықтым. Бірі Малайзиядағы Ноттингем университетіне биохимияны оқу үшін, екіншісі ол осы жылы Нью-Йоркқа барып Колумбийский университетте астрономияны оқыдым. Жалпы мен осы шетелде алған білімімді өзіміздің мектебімізге келіп, оқушылар арасында таратамын. Мәселен, осы Малайзиядағы алған білімімді мен келіп STEM курстарын аштым. Бұл жерде біз көбінесе практикалық жұмыстар жасаймыз. Сейчас я вам отрежу банан, и вы должны повторять за мной. Вязкие состояния переключения. Бірі ол өсімдік өсіретін болсақ, кәдімгідей жерсіз өсімдік өсіретін болсақ, екіншісіне біз ДНК-ны ала аламыз. Әртүрлі тағамдардан, биологиялық ағзалардан ДНК-ны шығарып, оны кәдімгі шын көзбен көре аламыз. Это ДНК. Вот это. Ал тағы бір жетістігім ол мен оқушыларға ағылшын тілі курстарын жүргіземін. Ол мен осы 10 сыныптар арасынан IELTS-тан 6,5 алғандықтан мен осы 9-8 сыныптарға IELTS-ты оқытуды жөн көрдім. Transfer a lot of things. The atmosphere was great. Like you are in the evening, have a picnic with your best friends. Запоминающий стал момент, когда я... Өзіме жаңа достар тапқаным естен кетпес оқиға болды. Әлемнің түрлі елдерінен келгенбіз. Өзімізде, пікірлерімізде әртүрлі. Әрбір ұлттың өзіне тән қырлары бар. Бәрі тоғысқан кезде бір-бірімізді толықтырып шыға келдік. Я помню, когда в первый раз мы им показали. Оларға Астананың суретін бірінші рет көрсеткенде бәрі аң-таң болды да қалды. Өйткені Қазақстанды көбісі біле бермейді. Астананың суретін таныстырған кезде қандай әдемі жас қала деп таңырқасты. Олар тіпті мұның Қазақстан екеніне сенгісі келмеді. Каждый день у нас были... Күн сайын бізде әртүрлі пікірталастар жүрді. Біз жаһандық ауқымдағы тақырыптарды тілге тиек еттік. Біріккен ұлттар ұйымының мақсаттарын талдап түсіндірдік. Қазір ұйымның 2030 жылға дейін орындауы тиіс нақты 17 мақсаты бар. 30-го года. Цель, которую мы разобрали, была... Біз талқылаған тақырыптың мақсаты сапалы білім беру. Мен Мексика, Франция және Жапониядан келген қыздармен бір топта жұмыс істедім. Біз Африканың Сомали мемлекетін таңдадық. Мұғалімдердің жеткіліксіздігінен, сондай-ақ аштық пен тұрақсыз экономиканың салдарынан олардың білім беру саласы дамымай қалған. Жұмысымыздың соңында біз осы проблеманың шешімін ұсындық. Медиа сейчас играет очень важную роль в жизни любого человека. Бүгінде ақпарат құралдары кез келген адамның өмірінде маңызды рөл атқарады. Әркім Facebook,
Facebook, Instagramдағы парақшаларынан жаңалықтарды көріп біліп отырады. Сондықтан бір хэштег енгізуді шештік. Онда біз мұғалімдерді Сомалиге балаларды оқытуға шақырамыз. Учителей именно приезжать в Сомали, чтобы обучать детей. Мы решили снять видео. Осылайша неліктен өз жұмыстарын сүйетін айтып, әңгімелейтін мұғалімдер туралы бейне түсірілім жасауды ұйғардық. Сомалиде мұғалімдер көп, алайда олар өз жұмыстарын қоғамға қажетті деп есептемейді. Өйткені елдегі балалар тұрмыстарына ақша табамыз деп сабақтарынан көп қалады. Мен қазір 3 жобамен айналысып жатырмын. Мысалы, қазіргі мен жасап жүрген бір жобам осы Алматыдағы Ақтөбедегі смог мәселесіне қатысты. Бұл жобаға мен бір досыммен келдім. Ол жасанды ағаш кәдімгідей осы смогты өзінен өткізу арқылы ауаны тазарта алады. Бұл ағаш кәдімгідей ағаштың жан жақтарында фильтрлер орналасқан, және төбе жақтарында күн панельдер орналасады, және астыңғы жақтарында жел витриналар орналасады. Сонда ауа осы ағаштың бойымен өту барысында ішіндегі зиянды газдар, зиянды қалдықтар фильтрдің ішінде қалып қалады да таза ауа сыртқа қарай шығады. Я хотела быть... Мен гендік инженерия маманы болғым келеді. Биология пәні, генетика саласы қатты қызықтырады. Бұл өзінше бір ғылым. Интересно. Многие вот сейчас появляются... Қазір көптеген ауру түрлер пайда болып жатыр. Олардың қалай тұқым қуалайтыны, генмен қалай тасымалданатыны маңызды. Егер біз осы үдерісті тереңірек зерттейтін болсақ, геннің өзгеше жұмыс істеуіне әсер етуге болады. Яғни ешқандай туа бітетін аурулар болмайды. Рожденных разных заболеваний. Өмірде екі нәрседен қателеспеу керек. Бірі жар таңдау болса, бірі мамандық таңдау. Қазір көптеген адамдар мамандықты дұрыс таңдамауының әсерінен екі қолына күрек ұстай алмай жүр. Когда я слышу слово учитель, то вспоминается друг. Ну, не тот, который ровесник, а который всегда поможет объяснить что-то и дать жизненный совет. Здорово. Мен кәсіпкер болуды жөн көріп отырмын. Себебі менің бір жастайымнан арманым бар. Біз КСРО-дан бері шикізат қор болып келе жатырмыз. Сонда біз өндіруші саладан өңдеуші салаға өту үшін көмек көрсетеміз. Жалпы айтқанда мен осы ақш-тағы Глазго, Мичиган, Стэнфорд, немесе Гарвард университеттеріне өтінім білдіремін болашақта. Бұл жоғарғы оқу тек қана жоғарғы біліммен ғана ерекшеленбейді. Оның үстіне бұл жоғарғы оқу орындары абитуриенттерге өзінің бизнесін ашуға мүмкіндік береді. Қазақстанға қазір жаңа бір бизнес жоспардың қажет жоқ. Ол шетелден жылдап келе жатқан бір бизнес жоспарды мысалы интеграциялау керек. Соның әсерінен Қазақстанда бизнес көркейіп, оның экономикасы жоғарылайды деген үміттемін. Я вообще не боюсь ничего такого. Өзім ешқандай қиындықтан қорықпаймын. Себебі бір нәрсені қаласам, оған қол жеткізе алатыныма сенемін. Форумға қатысу маған үлкен әсер етті. Оған дайындық барысында бұрын тіпті ойыма да келмеген мәселелерге ден қоя бастадым. Әлемде аштық, гендерлік теңсіздік, нәсілшілдік, айықпас аурулар секілді проблемалар көп. Ешкім олардың бәрін бір жола шешіп бере алмайды. Ал егер біздің әрбіріміз өз мүмкіндіктерімізге сәйкес қадам жасайтын болсақ, бірлесе отырып әлемді жақсарта алатынымыз сөзсіз. Уақыт ешқашан артқа қарай қайтпайды. Өз бос уақытында әлеуметтік желілерде немесе босқа бір киноларды көргенше, одан қайта өзінің арманына жақындататын істермен айналысқан дұрыс. Мен мақсатқа жетуді ол таудың шыңына шыққанмен теңестіре аламын. Себебі сіз таудың шыңына қанша шыққанда, қанша қиналсаңыз да, оның төбесінде сіз рахат аласыз.
2019 жылы Ернұр Ақжол орта білімі жайлы аттестатқа қол жеткізеді. Мектепті аяқтай сала, жас түлек әлемдегі көш бастайтын университеттердің біріне оқуға түспек. Осылайша ол өзінің ежелгі арманына бір қадам жақындай түседі. Санадағы асыл арман жол нұсқаушы жұлдыз іспеттес. Ернұрды өмірдің даңғыл жолымен жетелеп отырары анық. Жәмила Кенжетай мектепті бітіргеннен соң Нью-Йоркке барып, университетте оқуды армандайды. Болашақта ғылыммен айналысуды мақсат тұтады. Ол гендік инженерияда зерттеулер жүргізіп, еліне докторлық дәрежемен оралуды көздейді. Қазақстанда осы сала дамып, оның өнер табысы қажеттілікке жарайтынына сенеді.